Кеше Золотое яблокоға кірген болатын. Сөйтіп, сыйлықтар алып жатырмын ғой. Сыйлықтар алып жатқам, барлығын алып жатқаннан кейін екі ерлі-зайыпты жұп келді. Сөйтіп, жаңағы әйелі айтып жатыр маған, сізді танып қойдық, көп рахмет, еліміздің атын шығарып жатсыз, сізбен суретке түсуге бола ма деп. Әрине деп жатырмын, мазаланғаныңызға кешіріңіз дейтін. Жоқ деп жатырмын да. Келе беріңіздер суретке түскеніңізге, келіп жатқаныңызға көп рахмет деп сөйтіп жатқам. Сөйтсем, сізге сыйлық алып берейік осы жерден дейді. Жоқ, рахмет деп айттым. Сөйтсем, екеуі кеткен болатын. Сөйтіп, мен де мәз болып, ой күшті деп барып, енді кассаға келіп тұрғанмын, төлейін деп. Сөйтсем, келіп тұр қасыма. Біз сізге алып берейік деді. Жоқ, қажет емес, дедім, сыйлық болсын деді. Бұның өзі де сыйлықтар дедім да, менің атынан басқа кісілерге сыйлықтар десем. Жоқ, енді бізден сыйлық болсын, сізге еліміздің атын шығарып жүрсіз, рахмет сізге деп төлеп берейік деп төлеген болатын. Сол кезде енді сомасы аз емес еді. Қанша? Айтпай қой. 200 мыңдай ма? Әлде оған жетеді? Жоғары. Одан да жоғары сол төлеп берді ма? Иә.